Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажаннан өте дәмді салат дайындаймыз. Керекті заттардың бәрі видеоның астында көрсетілген. Ол үшін ең алдымен баклажанды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Тұз салып араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте соус дайындаймыз. Ол үшін алдымен табамызға су құямыз, соевый соус және яблочный уксус құямыз. Одан кейін қант, крахмал және кетчуп қосып араластырып, отқа қоямыз. Отты араластыра отырып, қоюланғанша ұстаймыз. Соусымыз дайын. Одан кейін баклажанға крахмал қосып, араластырып, қызып тұрған майда екі жағынан қуырып аламыз. Қызанақты 4 бұрышты етіп турап аламыз. Рукколаны да тазалап, тарелкаға орналастырып шығамыз. Одан кейін баклажанымызды салып орналастырып шығамыз. Менде осы рецепт бойынша 3 кішірек тарелка салат шықты. Одан кейін соусымызды үстіне бір келкетіп қойып шығамыз. Қызанақтарды үстіне қойып шығамыз. Соңында творожный сырды қасықпен салып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.